Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермен, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге қарапайым картошка мен тауықтың етінен осындай бір тағам дайындап көрсететін боламын. Бізге керегі орташа көлемдегі картоп керек болады, тауықтың еті керек болады және сыр керек болады. Сырды мен осылай дастарханға қойылған, жұқа қылып кесіліп қойылған сырларды босқа қалмас үшін осындай тағам жасап жатырмын. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сырды кесе бересіздер. Біз картопты мынандай терканың осындай жерінен өткізіп көрейік. Мен өмірімде бірінші рет осылай жасап тұрмын. Осындай картошкаларымыз жұп-жұқа болу керек. Жұп-жұқа қылып картоптарымыздың барлығын теркадан өткізіп аламыз. Картопымызды осылай теркадан өткізіп алғаннан кейін үстіне су құйып, картоптың крахмалын әбден кетіріп, тазалап жуып алатын боламыз. Ары қарай тұзын, бұрышын қалауларыңыз бойынша өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштердің барлығын салып араластырасыздар. Енді етті тураймыз. Етімізді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша солонка қылып турасаңыздар болады, кішкене ірілеу қылып турасаңыздар да болады. Тауықтың еті өзі тез пісетін ет, сондықтан етті өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турайсыздар. Енді турап алған етімізді алдын ала турап қойған картопымыздың үстіне салып араластырамыз. Духовкамыздың табасына пергамент қағазын төсеп аламыз да, турап кесіп алған картопымыз бен етімізді теңдей екі бөлікке бөліп, бірінші бөлігін осылай бірінші қабатына жайғастырып салып аламыз. Құрметті көрермен, бұл жерде тек қана духовкаға пісіру ғана шарт емес, осылай жасап сковородкаға де май құйып қуырып алсаңыздар болады. Тура осындай әдіспенен. Енді сырларымызды салып шығамыз ортасына. Одан кейін екінші бөлік ет пен картошкамызды саламыз. Алдын ала 180 градуста ысып тұрған пешімізге 30-35 минутта қызартып пісіріп аласыздар. Міне тағамымыз дайын. Түскі асқа немесе кешкі асқа осындай тағам дайындап көрсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын. Құрметті көрермен, алда мамыр айы келе жатыр. Мамыр айында мейрам көп. 1 май, 7 май, 9 май. Осы мейрамдарда бәріміздің шашлық жегіміз келеді. Шашлықтың рецептіменен мен келесі видеомда бөлісетін боламын. Міндетті түрде жіберіп алмаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Қалиқызы. Келесі кездескенше.